сабағымыз күндегіден ерекше болар. Иә. Өйткені не қоян деді? Түсіп көп нүктенің орнына не қоян деді? Тіпті күніне екірен шотқан. Енді осы жерде шы дыбыстарымыз қандай дыбыс болып тұр? Жарайды. Сөйлеуіміз керек екен. Домбыраны не істейді олар? Шертеді. Иә, дейміз ба? Бұл музыкалық аспаптың бірі. Қазір біз бәріміз қазақтың ұлттық домбырасы. Тақтаға назар аударамыз. Бояған қайықмадақтарымды көріп отырсыңдар тағы. Көрдіңдер ме балалар? Ал алғашқы дыбысы қандай әріппен естілсе болады? С дыбысымен естілді. Демек С. Ал осы жерде біздің дауысымыз күшпен айтылды ма? Жоқ. Жай сатымен шықты. Демек балалар, қазір дыбысы қандай дыбыс? Орыс тілінен емес сөзде. Өте ертеден келе жатқан түрі. Тоқтаймыз. Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері болады. Көшіп жүретін цирк көшпелі цирк деп аталады. Акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді. Жұмыста кездестіре аламыз ба сол жерден? Кездестіріп демек біздің сыныпқа да бүгін жұмыста кездестіре аламыз ба сол жерден? Кездестіріп демек біздің сыныпқа да бүгін көгер. Ақтамыз. Ала ғой. Ал мәтін не туралы? Мәтінді жақсылап түсініп оқыған адам бұл сұраққа жауап бере алады. Мәтінді түсініп оқимыз деді жаңа сіздер. Қазір көгершін тапсырмасын орындаймыз, жылдан балдар. Ашып оқи, ой кәні. Ал, мәтінде жазылды жаңа. Цирктің неше түрі бар? Мәтін шабандоз деп, одан кейін қолдарға қандай топ деді? Ал, ішінен табамыз балдар. Жарайтындар, 3 топта жұмыстарын аяқтапты, енді тақтаға жетіледі. Мирас не үшін? Кет айға көмекке келесің ба? Астынан өтеді, е? Бойын өтілер көрсет, жақсы. Тағы да сен не айтасың? Кел, ал оқиынды. Тағы не айтамыз? Дамды болу керек, тағы да? Жақсы. Ептілік болу керек, дұрыс айтасыңдар балдар. Жарайсыңдар. Қандай балдар? Сайқы мазақта синоним. Ал, не үшін клоундар сіздер суреттерлерін таптыңдар? Дұрыс па тапқандар балдар? Сайқы мазақта. Төбеден не істейді? Не көрсетеді?
Biz olарды құлап кете ме деген үреймен бір шетінен қуанып отырамыз, бір шетінен не істеп қызық көретін жер тағы да адамдар көп. Адамдар өте көп. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы жерде біз циркке бардық, иә? Міне бізге айтып жатыр. Енді тапсырмамызды айтады. Сақтауымыз керек. Дұрыс айтасыңдар. Тәртіпті, тыныш, әдемі болып отыратын болса, biz ол циркті қалай көреміз? Айналамыз, да? Циркке барған болайық та, так қол көтеріп. Balaların sirke apardı. Bir şöyle sakın kaldırmayın. Şarkıdan başlayalım. Olsun da geçsene şu parmaklar. Sır dıbasından gelетін sözler қайтеді осы еді? Демек біз тапқан сөздің бәрінде сыр дыбысы қай жерде кездесті ме? Демек біз тапқан сөздің бәрінде сыр дыбысы қай жерде кездесті ме? Жақындасыңдар. Топтық жұмыс дегенде болсын. Сөйтіп не істейміз? Жақындасыңдар. Топтық жұмыс дегенде болсын. Жазамыз. Al, жеңішке дұрыс па бала, дұрыс емес па? Дұрыс. Екінші. Ал, бастаймыз. Алдай. Дұрыс па балалар? Конституция деп аталады. Біздің ата заңымыз қай жылы қабылданған еді балалар? Білесіз ба? Математикада өткен боласыңыз. Не болған өшеге? Сен қол, шеңбер сызғанда қолданып қой жиындарды. Дұрыс айтасың. Ал, қой. Ал, бізге Нұрбек қандай тапсырма беріпті? Ал, оқи қойшқан. Сөйлемнен Ц әрпін тауып қанша рет кездескенін сана. Циркте көп адам жиналды, балалар пицца жеп отыр. Ал, Нұрбек бізге қанша сөйлем беріпті? Bir söylem beripti. Al, осы сөйлемде ц дыбысы неше рет кездесіп тұр? Айтшы, қай сөзде де ц бар екен? Пицца. Қанша сөз болды сонда? Қанша сөзде ц дыбысы кездесіп тұр, Нұрбек, сонымен? Екі сөзде ц дыбысы кездесіп тұр екен. Отыра ғой, жарайсың. Мирас, баса ғой. Al, цирк сөзін қолданып, сөйлем құрастыр дейді. Ал, циркке бардым. Өте жақсы. Мен циркке бардым. Осы кезде цирк деген сөзіміз қандай дыбыс екен? Қандай дыбыстан басталып тұр екен? С дыбысынан басталып тұр. Отыра ғой, жақсы. Қандай тапсырма шығады екен Алиханға қазір? Ал, оқимыз. С дыбысы қандай дыбыс дейді? С дыбыс дауыссыз қатан. Дауыссыз қатан дыбыс екен. Дұрыс па балалар? Иә! Өте жақсы, отыра ғой. Баса ғой. Оқимыз. Ц әрпінен келетін бес сөзді тап. Ата немесе тап. Ал, кеттік. Ц әрпісі келетін сөздерді айтамыз. Центнер. Центнер, дұрыс. Цирк. Цирк.
Циркул, өте жақсы. Тағы да? Цемент. Және? Пицца. Пицца дегенде де с дыбысы кездесе ма балалар? Өте жақсы, жарайсың. Ал іңкарға қандай сөз тапсырма кепті? С қандай тілдегі сөздерде кездеседі? С қандай тілдегі сөздерден кездеседі екен? Цирк деген сөзден кездеседі екен, бірақ қай тілде енген деп орыс тіліне енген сөздерде кездеседі екен, иә? Толық айтамыз іңкар, жарайсың, отыра ғой. Әлемде сұрағым бар дедіңіз, қызыл. Ай, циркте бар қайтамыз. Циркте бар қайтамыз.